Саламатсыздар ма оқушылар? Кескіндеме сабағы. Тақырыптық натюрморттың бейнелеудің 4-ші сеансы. Алдыңғы сабақта біз жұмысымызды түспен бастап кеттік. Натюрморттың жалпы түстік мінезін, ең қараңғы және ашық жерлерін анықтадық. Қазір жұмысымызды әрі қарай түспен жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты ауа кеңістікті ескере отырып, натюрморттың жалпы түстік және рең қатынастарын көрсету. Жұмысымызды бастайық. Артқы пландардан бастап, бояулармен жазуды барлық жерлерден жүргіземіз. Натюрмортқа жарықтың түсіп тұрғанын ескере отырып, барлық заттардың көлемдік формасын түспен модельдейміз. Жұмыс барысында заттардың және пландардың тональдық қатынастарын салыстырамыз. Бояуды кішігірім дақ түрінде байланыстыра жағып, заттардың пішімдерін сомдаймыз және олардың материалдық қасиеттері мен кеңістікті көрсетуге тырысамыз. Осы сабаққа қойған мақсатымызды орындап шықтық. Ауа кеңістікті ескере отырып, натюрморттың жалпы түстік және рең қатынастарын көрсете білдік. Келесі сабақта жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгінгі 4-ші сеансымыз аяқталды. Зейіндеріңізді бөлгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.